Сәлем достар, бұл видеода біз экономикаға қатысты күрделі сұрақтар қоймаймыз. Немесе бір адамның қалтасы қалың болса, екінші адамның қалтасы неге бостығы жайлы да айтпаймыз. Қазіргі кезде ақша ең керекті зат. Сондықтан болар көп адамдар ақшамды қалай көбейтсем болады, көп ақша қалай тапсам болады деген сұрақты өзіне көп қояды. Менің айтайын дегенім, генетиктер жануарларды клондауды үйренген кезде біз неге банкноттарды клондай алмаймыз? Яғни жай ғана көшірмесін істесек болады ғой. Қазіргі заманғы технологиялар керемет таңғажайыптарды істейді. Оның көмегімен сіз кез келген нәрсені жасай аласыз. Бірақ бұл өте қарапайым болса, неге бұл туралы әлі күнге дейін ешкім ойланбаған? Барлығына белгілі, әр банкноттардың өзіне ғана тән қорғанысы бар. Бірақ біз көшірме істеу арқылы шын банкноттан алмайтын банкнот жасай аламыз ба? Олай болса, неге бізге тексеріп көрмеске? Ендеше біз 100 евроны алып сканер жасап көрейік. Қалай ойлайсыз, не болады? Шынымды айтсам, дәл осылай болады деп ойламаған едім. Қараңызшы, парақ толығымен қап-қара болып кетті. Жоғарысында банкнотты әрең ғана көруге болады. Ал енді басқа банкнотты тексеріп көрейік. Алайда Американың $100 де дәл жаңа жағдай қайталанды. Американдықтар мен еуропалықтар ақшасының қорғанысын жақсы қолға алған екен. Егер сізде доллар немесе еуро болса, сенімді болып ұйықтай берсеңіз болады. Себебі олардың көшірмесін істей алмайды екен. Демек, қорыта келе принтер банкноттың қорғаныс кодын түсініп, дұрыс жұмыс жасауын тоқтатады. Солай көшірмесін істеуге жол бермейді. Баста біз мән бермеген мына лентаға қараңызшы. Интернетті тексеріп қарап көрсеңіз, осы қорғаныс кодын жапсаңыз, принтер дұрыс жұмыс жасайды дегендей мәліметтерді табасыз. Қалай ойлайсыз, біздің теңгеде принтерден осы банкноттар секілді қорғандырылған ба? Егер сізге қызықты болса, онда екінші видеомызды ұсынуға тырысамыз. Видео сізге ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылыңыз.